Тауық раменін жасаймыз. Соя соусын аламыз, оған корей чили пастасын саламыз, қант, сарымсақ, тұз салып жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Кейін зәйтүн немесе өсімдік майында бір пиязды қуырамыз. Кейін тауықты саламыз. Бұрышты саламыз. Бәрін жақсылап қуырамыз. Соусты құйып жақсылап араластырамыз. Кейін су құямыз. Кейін кеспе салып, оны пісіреміз. Ең артында жасыл пияз саламыз. Раменіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.